Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. Бүгін 136 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы теңдеулер, теңдеулерді түрлендіру тәсілімен шешу. Күн жүйесі. Сабағымыздың мақсаты теңдеулерді түрлендіру тәсілімен шешуді үйренесің. Балалар, сендер күн жүйесі, күн мен 8 ғаламшардан тұратынын білесіңдер. Енді бірінші тапсырмаға көңіл аударайық. Өрнектерді ықшамдап, күн жүйесіндегі ғаламшарлардың суретін атауымен сәйкестендір. Балалар, мына теңдеуге қарайықшы. Номер 2 тапсырмадағы теңдеуді шешейік. 5х қосу 2х тең 49. Бұл теңдеудің оң және сол жақ бөлігінде түрлендіруге болатын өрнектер бар. Егер теңдеудің оң және сол жақ бөлігінде түрлендіруге болатын өрнек бар болса, онда алдымен өрнекті ықшамдаймыз. Содан кейін ғана теңдеуді шешуге кірісеміз. Мына бізде берілген теңдеудің сол жақ бөлігін ықшамдап аламыз. Яғни 5х-ке 2х-ті қосамыз, сонда 7х болады. 7х тең 49. Енді белгісіз көбейткішті табу ережесі бойынша қарапайым теңдеуді шешеміз. 7х тең 49, х тең 49-ды 7-ге бөлеміз. Сонда х 7-ге тең. Енді тексергенде басындағы теңдеуге келеміз. 5 көбейту, х-тің орнына 7-ні қоямыз. 5 көбейту 7, қосу 2 көбейту 7 тең 49. 49 тең 49. Теңдеуді шешу тәсілін түсіндір көр. Кейбір күрделі теңдеулерді қосу мен азайту, көбейту мен бөлудің қасиеттерін қолдану арқылы шығаруға болады. Мына теңдеуімізге қарайық. Х пен 54-тің қосындысынан 28-ді азайтқанда 38-ге тең. Теңдеудің сол жағында тұрған өрнекті ықшамдаймыз. Қосындыдан санды азайту үшін осы санды қосылғыштардың біреуінен азайтып, шыққан нәтижені екінші қосылғышқа қосу керек. Яғни, бұл жерде бірден 54-тен 28-ді азайтып алуға болады. 54-тен 28-ді азайтып, шыққан санды х-ке қосамыз. Сонда 54-тен 28-ді алсақ, 26 болады. Енді х қосу 26 тең 38. Бұдан кейін бізде жай теңдеу шықты. Енді жай теңдеуді шешеміз. Х тең 38 азайту 26, х тең 12. Тексергенде басындағы теңдеуге қоямыз. Жақшаны ашамыз. Х-тің орнына 12 қосу 54, жақшаны жауып азайту 28 тең 38. 38 тең 38. Енді балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. 8 сәуір сынып жұмысы. Оқулықтың 24, 25, 26 бетін ашып, номер 1, номер 2-нің әсін, номер 5, номер 7 тапсырмаларды орында. Үйге номер 10 тапсырма, 27 бет. Осымен сабағымыз аяқталды. Есеп шығаруға кірісейік балалар.